Түнгі сағат 1:30. Терезеден өшіп кеткен бағана тұр жоқ дейсің ғой. Айтпа, біз қазір қай недегіміз? Алатауский райондағы ровд, иә. Алдында тұрмыз, аяқ жаурап тұр. Короче, осындай аферистер келініп қалмаңдар деп айту керек, иә. Қазіргі заманда қыздар өте опасно. Келін алатын болсаңдар или білмеймін бар ғой, вообще опасно. Қазіргі заман вообще сөзім жоқ менің. Келін болатын кезде осы қыздар не ойланады екен? Саған просто ужас. Айтатын нәрсе көп, сториске бәрін айтам бұйыртса. Тұрысымызды қараңыздар мені. Еш жағалай жүрмеймін Мұнаны қойып келемін. Сürüsü koyayım ben size. Kalktım Mustafa. Або. В общем, қыздардан сұрайын дедім. Қыздар мен ауырам қандай өзі? Сенікі анау кешегі қыздың аурасы енді айта алмаймын бар ғой. Кешегі қыздың аурасы да бүткіл үшеумізге, төртеумізге қанша бәрімізге бүгін ауырып жатырмыз ғой. Аурасы тяжелый екен, сенікі ондай емес қой. Сен қасында аурамды легкий вайп болып жүресің ғой. Мен жанымда ұшып жүресіздер аспанда депші. Көрдіңіздер маған жаза бермеңдер депші. Ауыр деп. Жоқ шынымен кешегіден кейін даттаба бар ғой. Көрпені аяу салтын енді. Есіңізді әлі жиялдық жатырмыз. Иә, бәріміздің басымыз ауырып, хамо қайтан ұйықтап қалды. Қазір отырмыз, кәдім шынымен де бір жаман басымызда бір дәу камаз тұрған сияқты чувствовал отыр. Сөйтіп сол ужас. Не айтамыз енді? Алдам қоймаңыздар. Қайырлы күн, достар, баршаңызға. Бүгін демалыс болғаннан кейін біз Жуылға келдік Сан-Ремоға. Қасымда мынандай екі жан бар. Мынандай бір жігіт бар. Видеоға түсіріп жүр екен. Қазір тағы да келетін болады адамдар. Енді кәдімгідей күшті бір демалыс болып жатыр. Негізі бір рахат керемет демалыс болды деп айтсам да болады. Себебі кәдімгідей демалып қалдық. Жуындық бассейнде, неше түрлі парлар бар екен, лечебный бар, басқасы бар, кәдімгідей рахат болды. Тамақтануға баратын боламыз. Бірақ мен кішкене жеңілдеу киініп шыққан, енді погода шамалы суып кетті. Сол өздеріңіз естіп жатсыздар. Негізі мен байқағаным, оказывается, ылғи кешкісін жүреді екенбіз, после эфир жерлерге барамыз. Бірақ осындай жерлерге көп келмейді екенбіз. Енді бұйырса ертең жаз болғаннан кейін тау жаққа барып, тағы да басқа демалысты күшті өткізетін жерлерге баратын боламыз. Шаршап қалып кәдімгідей су энергиямды алып кетті. Одан кейін екі түрлі аяқ киім кию керек қой, короче. Қалада тура осылай жүрсің ғой. Әйтпесе қалада жүрміз ғой. Нормально. Кете бересің. Тура осылай, общем, қаланың қай жерінде болмаса барып жүрміз ғой. Уже мынандай әңгімелер өтпейді, түсінесіздер ма? Қандай десеңдер, арықтасашы. Тағында едім. Сен бүйтіп қапсың, сөйтіп қапсың. Ужас, ашайдан таубас. Это уже өтпейтін тема. Это уже все, достар. Бұл темалар алшақтау керек. Блин, мұрнында, блин, емшегіңді, қандай семсің, бұл уже өтпейді. Давайте кішкене жақсырақ нәрсеге өту керек. Қандай десеңдер, тупой блогерлер толып жүр қазір. Оттаған әңгіме айтып жүргендер көп. Көрсетпейтін нәрсені көрсетпей, соларға ақыл айтыңдар. Нормальный контент түсіріп өз-өзімізбен жүргендерге тимеңдер. Ненормальныйларға тисіңдер бар. Өз-өздерімен лағып отқандарға вот айтыңдар. Необразованный, неграмотный, сволочь, бірдеңе деп айтыңдар сол жаққа. Мынандай асай-масай. Пожалуйста, андай жігіттер жазбасыншы маған. Бір күн жазып жоқ болып кететін, 2 күн, 3 күн сөйлесіп потом аминалық бар, өз бетімен жоқ. Не болды десең, білмеймін, мен өзім түсінбей жүрмін. Мен қазір сондай бір депрессияда жүрмін. По факту, просто надо сказать, типа, Белла, да, намай қалдың, говоришь, сори, да, нам не по пути, говоришь, ай, гуй. Сөйтіп сөйлесіңдерші, бля, мәмлет етпей, ыңқ-сыңқ етпей, так вот, думаю, блин, деп. Еркексіңдер ғой кішкене. Осылай айтыңдар. Вот так вот, все, да?
сосын андай өз-өздеріңмен лағып бір айдан кейін, допустим, жазып қап. Дана қалайсың, жадам? Жадам, да, не жаңалық ғой, деп. Не надо, Маган. Маган, нужно серьезно отношения, окей?